Оқушылар, осы біз бір тілім нанды жегеннен кейін ол қайда барады деп ойлайсыңдар. Бірінші, нанның саяхаты ауыз қуысынан басталады. Мұнда тістер нанды майдалап ұсақтайды, ал сілекейдегі ферменттер крахмалды қантқа айналдыра бастайды. Яғни ас қорыту дәл осы жерде, алғашқы завод бөлімінде басталады. Екінші, өңеш. Бұл конвейер жолы іспетті. Ол толқын тәрізді қозғалыспен асты асқазанға жеткізеді. Үшінші, асқазан. Міне нағыз химиялық өңдеу орталығы. Асқазанда сөлдер бөлініп, нан құрамындағы нәруыздар ыдырай бастайды. Мұнда тамақ біраз уақыт жұмсақ ботқаға айналады. Төртінші, ас ішекке өтеді. Мұнда ең маңызды процесс жүреді. Қоректік заттар сіңіріледі. Аш ішектің бірлері нағыз қорек жинағыштар. Олар глюкоза, май, нәруыз бөлшектерін қанға өткізеді. Бесінші, бауыр. Ағзаның тазарту фабрикасы. Ол зиянды заттарды бейтараптандырып, өт бөледі. Өт майларды ұсақтап, олардың қорытылуын жеңілдетеді. Алтыншы, ұйқы без. Ферменттер өндіретін зертхана. Ол ас қорытуға көмектесетін арнайы сұйықтық бөледі. Осылайша, ағзадағы барлық процестер үйлесімді жүреді. Қорытындылай келе, бір тілім нан осындай ұзақ әрі ғажайып сапардан өтеді. Оның құрамындағы қорек біздің жасушаларға қуат, бұлшықеттерге күш, миға ой береді. Сондықтан әр түйір нан еңбектің, өмірдің нәрі. Олай болса, нанның бойындағы қоректік заттар біздің ағзамызға қалай тарайды? Бүгін біз осы сұрақтардың жауабын бірге іздеп көреміз. Адам ағзасындағы ең керемет завод ас қорыту жүйесімен танысамыз.